Армысыздар, құрметті достар. Қайырлы кеш деп айтсақ болады. Кеш барлықтарыңызға қайырлы болсын. Баршаларыңызды келіп жеткен 25 қазан республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дей тұрғанмен енді расы керек. Бізде өздеріңізге мәлім болғандай Қызылорда қаласында бүгінгі таңда білім саласына қатысты небір олқылықтар, небір кем-кетік тұстар болып жатқандарын өздеріңіз көріп отырсыздар, біліп отырсыздар. Бір кісілердің кришавать еткеннің арқасында, криша болғанның арқасында беспредел тірлік болып жатыр біздің Қызылордада. Дәл осылай айтсам тура келеді. Ауруын жасырған өледі дейді. Бұл жерде шыны керек. Бұндай құйтырқы әрекет, бұндай іс-әрекеттер кімге керек болған беймәлім дей тұрғанмен, бірақ қазіргі болып жатқан жайттарға тоқталып өтетін боламыз. Енді мен бағана өздеріңізге уәде еткендей, бұл эфирді жалғасы ретінде түсіргім келіп тұр. Себебі неге? Бағана білім бөліміне барған кезде менде қолымда кейбір ақпараттар болған жоқ. Сәйкесінше ол ақпараттар менде іште офисімде болуына байланысты, яғни кеңсемде болуына байланысты. Мен кеңсеме келіп, қазір сол ақпараттарды сіздермен бөліскелі отырмын ағайын. Яғни 2025 жылы білім бөлімінде, жалпы Қызылорда қаласының білім бөлімінде қандай жағдай болғандарыңыз өздеріңіз март айынан бастап хабардарсыздар. Акиматтың бейресми жаңағы несі бар ғой, блогері, сол кісінің тікелей парақшасында мәлім етілді. Яғни бұрынғы білім бөлім басшысының қалай істі болғаны, қандай ақша алғаны, оны кімдер тергегені, оны әрі қарай кімдер әрекет жасап, оның қанша жыл срок алғанына дейін хабардар еткен болатындығын. Ал содан бері білім бөлімінде өздеріңіз білгендей нелер қалыптаса бастады. Атнет жаңағы иолар келе бастады, білім басқармасынан болсын, білім бөлімінен болсын. Осы қазіргі басшысына дейін міндетін атқарушы 3 басшы болды. Бірінші басшысы Есдәулетов деген азамат болды. Ол кісі қазіргі таңда білім бөлімінде отырып, март айында жаңылыспасам, толық қаржыны аударып жіберуіне байланысты, февраль айының ақшасының аударып жіберуіне байланысты ақша ұстатпай, садиктердің бәріне ақша аударуына байланысты ол кісіні бірден қызметтен кетірген болатындығын. Сәйкесінше оның орнына кім келді? Одан кейін Бердәулетов деген азамат келді. Бердәулетов тікелей келген кезде Ишанттың басқармасында қарамағындағы қызметкер. Бүгінгі таңда ол кісі қайттан сол өзінің бұрынғы қызметіне қайттан барды. Бірақ уақыт аралығында ол кісі білім бөліміне, яғни басшы болып келіп қызмет атқарған болатындығын. Ол кісі келіп не істеді? 42 балабақшаның жұмысын тоқтатты, яғни заңсыз комиссия құру арқылы. Қазір оған да тоқталып өтетін болам. Ал енді одан кейін үшінші басшы келді. 42 андай ғой, кім еді жаңағы Есдәулетовті ақшаны толық аударып жіберуіне байланысты оны қызметтен алып тастады, бухгалтерді қызметтен алып тастады. Сол кездегі әдіскер жаңағы Динара Әбдіқалықова сол кісіні де қызметтен алып тастады. Сәйкесінше не істеді? Орнына келген Бердәулетов орнына келді да сол қызметтегі азаматтардың орнына өзінің адамдарын тағайындай бастады. Өзінің адамдары болсын, бәлкім сол кездегі қызметке алды енді. Сөйтіп айтқан орынды олар. Бухгалтер жаңадан келді, одан кейін әдіскер жаңадан келді, одан кейін тағысында ол келген командамен не істеді? Ол кісі заңсыз приказ құра отыра, ол кісі 42 садиктің, яғни 42 балабақшаның жұмысын заңсыз тоқтатып, қайттан бұрынғы қызметіне кетіп қалды. Былайша айтқанда құйтырқы әрекеттердің бастауы. Одан кейін оның орнына Қарлығаш апай келді. Қарлығаш апай сол Гаронодағы білім бөлімінің кадровигі, былайша айтқанда кадр бөлім басшысы, сол кісі ио болып келді. Как раз біз осы тұста бұл кісілермен сенімхат алып, сотқа беріп, сотқа дейінгі ескертіп хат беріп, сөйтіп дауласып сотқа берген науқан болған болатындығын. Сәйкесінше сентябрь айында, яғни қыркүйек айында қалалық білім бөліміне Қармақшы аудандық білім бөлім басшысы Гүлзира Мәжитқызы тағайындалды. Яғни бұл кісі бұған дейін де қызметте болған, 381 бұйрықты, басқа да білім саласының бұйрықтарын жақсы біледі. Бұған дейін білім саласында директорлікте қызмет атқарған, одан кейін Қармақшы ауданындағы білім бөліміне барып, ол жақта да қызмет атқарып келген. Былайша айтқанда 381 бұйрықты ол кісі наизусть біледі. Өткен неге? Білім бөлім басшысы ретінде болып қызметте отырған уақытында ол кісі сол аудандық білім бөлімінің дотациясының конкурсын өткізген. Яғни 2025-тің дотациясын өткізіп, конкурстың қалай өтілетіндігін, жалпы оның қалай рәсімделетіндігін ол кісі жақсы біледі, хабардар. Алайда Қызылорда қаласына ол кісі келген тұста, ол кісіде бір емес 4 хаттама болды. Яғни 381 бұйрыққа сәйкес 4 хаттама рәсімделеді. Ол 4 хаттама қалай рәсімделгені, оны қалай кім жүргізгендігін,
ол кісі жақсы хабардар дей тұрғанда, бірақ ұртоқпақ мықты болса, ол кісі де былайша айтқанда жәутеңдеп білім басқармасының тарапынан ауызша берілген тапсырмалардың салдарынан бүгінгі таңда заңсыз әрекеттерге барып отыр. Атап айтқанда, жаңа өздеріңіз бұған дейінгі бірінші таратқан, бірінші жаңағы бөлістік қой, біз білім бөліміне барып жаңағыдай ол кісілерге эфир өткіздік. Осы эфирдің барысында бұл кісі бізге барып тұрған садикке хабарлама бергендігін, яғни хабарламада бұл кісі 4-ші хаттаманың заңсыз рәсімделгендігін айтқан болатын, 4-ші хаттаманың алдағы уақытта сотқа беріп бұзатындығын айтқан. Енді қараңыздар, құйтырқы әрекет деп айтып отырған себебім, жаңағы қалай айтсақ, жылдың басында дотация өтеді. Дотация болған тұста не қылады жаңағы атнет, білім басқармасының тарапынан или болмаса білмеймін кімнен келген, тікелей тапсырма келген бұл кісілерге, яғни бірнеше садиктің қызметін тоқтату жөнінде. Ал енді сол ішіндегі қызметкерлердің, кейбір қызметкерлердің эмоциясынан, кейбір қызметкерлердің жеке қызығушылықтарының салдарынан садиктер бүгінгі таңда жұмыстарын тоқтатып отыр негізі. Ол баста 2024 жылдың 10 желтоқсан күні конкурс өткен кезде, яғни бірінші дотацияның, жалпы бірінші комиссияның отырысы өткен кезде 80-нің үстінде садик құлайды. Яғни 80-нің үстіндегі құлаған садиктің хаттамасында негізсіз талаптары қойылады, яғни комиссия тарапынан. Қазір оған өз кезегімде тоқталып өтемін. Ал бұны ұртоқпақ мықты болса деп айтып отқаным, бүгінгі Ишанов мырза бүгінгі таңда бүкіл былықтың бәрін былықтырып жатқан сол басқарманың өкілдері екендігіне менің бүгінгі таңда толыққанды көзім жетіп отыр. Сондықтан официально түрде, кәдімгідей ресми түрде қазір ол кісілердің берген құжаттарына сәйкес мен барлық құжаттарды осы жерде ұсынатын болам, яғни көрсететін болам. Бұл видеоны да әрі қарай сақталады. Бұл видеоны қазір мен алып әрі қарай YouTube-қа болмасын тағы жерлерге жолдайтын болам. Себебі неге? Бүгінгі таңда жыл көлемінде, бүгін 10 ай өтті ма, 10 ай бойы бүгінгі таңда білім саласындағы қызметкерлері болсын, әдіскерлері болсын, барлық адамдары садиктерді қарақұлақ қылып келді, яғни жымқырған, ақша жымқырған, ұрлаған, қылмыскер қылып келді. Қызметкерлері барып жаңағыдай не көтерсе, арыз шағым көтерсе, құрылтайшыларыңызды сотқа беріңіздер, прокуратураға беріңіздер, еңбекті қорғауға беріңіздер деп айдап салып, сондай құйтырқы әрекеттер жасаған басқарма тарапының да өкілдері бар осындай ретте. Енді өздеріңіз білесіздер, бұған дейін де біз білім саласына қатысты былықтардың шетін бастаған болатындығым, YouTube каналымда болсын, басқасында болсын. Ал енді қазір мен осы жерде Facebook'та өзімнің парақшамда осы нәрселерді ресми жариялап отқан жайым бар. Енді қараңыздар, мен по факту сөйлейтін азаматпын. Мына жерде көріп отқандарыңыздай барлық құжаттардың барлығы тұр менде. Барлығы білім бөлімінің құжаттары, мынау 4-ші хаттамасы, мынау 3-ші хаттама. Ең қызығы мен көрсетейін, 3-ші хаттама 2 данада рәсімделеді. Көріп отырсыздар ма? Міне 3-ші хаттама 26 желтоқсанда рәсімделген. Ең қызығы мынау комиссияның қолдары. Мынау 1-ші комиссияның қолдары, мынау 2-ші комиссияның қолдары. 3-ші хаттама қалай рәсімделді? 3-ші хаттама рәсімделу барысында 1-ші хаттама мен 2-ші хаттамада 381-ші бұйрықтан тыс талаптары қойылуына байланысты бізде 3-ші хаттама рәсімделеді. Ал 3-ші хаттаманың 2 данасы бар. 1-ші хаттамасы 26 желтоқсан күні рәсімделеді, яғни жаңа жылға дейін рәсімделеді де. 2-ші хаттама 10 январға дейін рәсімделеді. Түсініп отырсыздар ма? Бұны алдағы уақыттың еншісіне қалдырам мен бұл видеоны. Себебі неге? 4-ші хаттамаға қатысты болып жатыр қазір мәселенің барлығы. Енді 4-ші хаттамадан біз не тауып алдық? 4-ші хаттамада не болып жатыр? 4-ші хаттамаға неге біз тіреліп қалдық? Себебі комиссия осы 4-ші хаттаманы 381-ші бұйрыққа сәйкес рәсімдейді қалалық білім бөлімінде. Енді комиссияның құрамында кімдер болды? Комиссияның құрамында жергілікті әкімдіктің өкілі болды. Осы балалармен жұмыс жасайтын жауапты маманы сол жерде комиссияның құрамында болды. Басқарманың өкілі болды. Басқарманың қызметкері бүгінгі таңда ол жерде де қызметкерлігінде отыр. Өздеріңіз білесіздер, осы уақытқа дейін сентябрь айында шыққан видеоға ол кісілер өздері тікелей қабылдауында болған 3 сағат жүріп, әрең дегенде хаттама рәсімдеткен болатындығын қаулыға қатысты. Сол кісі Нұрлан деген кісі болды. Одан кейінгі 3-ші адам жергілікті жердегі біздегі жергілікті мәслихаттың депутаты, яғни Бисенова ханым болды. Бүгінгі таңда Қылышбай Алдаберген ол Бисеновтың қызы, мәслихаттың депутаты болған кісі. Одан кейін 4-ші кім болды? Тоғанова Жақсыгүл деген азаматша болды. Тоғанова Жақсыгүл деген азаматша
балалардың құқығын қорғау жөніндегі өкіл, былайша айтқанда балалардың интересін лоббировать ететін адам ғой былайша келген кезде. Қазір ол кісінің интересті қалай лоббировать етіп отқанын мен сіздерге дәріптейтін боламын. Бүгінгі таңда білім бөлімінің жасаған құйтырқы әрекеттерін қазір әрі қарай толыққанды ашып беретін боламын. Одан кейін 5-ші адам бізде МЧС-тің адамы қосылады, яғни ол кісінің атын атап түсініктеме қояйын. Яғни 5-ші айып етпейсіздер. Енді осылайынан видео түсіру барысында кедергілер болады. Себебі неге? Өздеріңіз білесіздер, Қызылорда кішкентай қала, қарға тамырлы қазақпыз дейді. Оның ішінде қазір ағайын бар, туыс бар, көрші-көлем бар, бәрін жағалайтын сөзсіз. Себебі неге? Мемлекеттік қызметкерлердің әрекетін қаншалықты былыққа батырып жатқандығын, мемлекеттік қызметкерлердің жеке кәсіпкерлерге, оның ішінде балаларға былайша қастандық жасап жатқандығын байқауға болады. Енді қараңыздар. Одан кейінгі мәселе, соңғысында не бар? Кәсіпкерлер палатасының адами капиталды дамыту бөлімінің басшысы бар. Түсініп отырсыздар ма? Атын атамай қояйын мен. Сол кісілері бар. Енді қараңыздар. Бұл комиссия не істейді? 4-ші хаттаманы рәсімделу барысында бұл кісілерге не нәрсе себепкер болды? Яғни 4-ші хаттаманың рәсімделуіне себепкер болған нәрсе, яғни садиктер, балабақшалар 381-ші талапта жоққа талапты қойып, комиссия талап етуіне байланысты досудебка дейді, яғни сотқа дейінгі дауды реттеу тәртібімен арыз жазады. Яғни арызды қайда жазады? Бұл кісілер министрлікке жазады, прокуратураға жазады, әрі қарай неге жазады? Облоноға жазады. Облоноға жазған кезде, облоно деп отқанымыз, яғни білім бөлімі, білім басқармасы. Енді қараңыз, білім басқармасының басшысы Ишанов мырза деп айтайыншы, тікелей келген кезде. Сол Ишанов мырза не істейді? Жаңағы Гүлзира Мәжитқызының несі бар ғой, хаты бар ғой, бүгінгі таңда 2 жұлдыз балабақшасына беріп отыр. Қазір 2 жұлдыз балабақшасының атынан бағана барған мен. 34-30 санды 2025 жылдың 10-шы қазан күні жолдап отыр. Ең қызығы, қараңыздар, мектепке дейінгі тәрбие беру мен оқытуға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, толықтырулар мен өзгертулер енгізу бойынша конкурс комиссия отырысының 4-ші хаттамасын жоюға қатысты дейді. Енді қараңыздар, 4-ші хаттаманы жоюға қатысты әрі қарай қағида дейді. Мынау жаңа 381-ші бұйрықтың тақырыбы. Аталған қағиданың 12-ші тармағына сәйкес комиссия құрамы төрағадан және комиссия мүшелерінің тақсанынан, бірақ комиссия төрағасын қоса алғанда кемінде 7 адамнан тұрады дейді. Комиссия құрамы жергілікті өкілетті және атқарушы органдардан, білім беру органдарынан, үкіметтік емес ұйымдардан, қоғамдық бірлестіктерден және өңірлік кәсіпкерлер палатасының өкілдерінен оларға тең үлестірілген қамтамасыз ете отыра қалыптастырады дейді. Сондай-ақ Қызылорда облысының білім басқармасының 24.01.2025 жылғы нөмірі 02/03/372 санды хатына сәйкес Қызылорда қаласының білім бөліміне қарасты мемлекеттік және жеке меншік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының мемлекеттік білім беру тапсырысын яғни тапсырысын орналастыру бойынша өткізілген 10-12-2024 жылғы 1-ші және 2-ші хаттамалары және де 26-12-2024 жылғы 3-ші хаттамасына сәйкес өткізілген мемлекеттік тапсырыс алушылар тізбесіне енгізілген мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының құжаттары қайта қаралып, сәйкесінше 18-02-2025 жылғы конкурс комиссияның 4-ші отырысының хаттамасы жасалынған дейді. Көріп отырсыздар ма? 1-ші абзацта, 2-ші беттің 1-ші абзацында. Қағиданың 12-ші тармағына сәйкес, егер отырысқа комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде 3/2 бөлігі қатысса дейді, ол заңды деп есептеледі. Осы қағиданың 20-ші тармағында ұсынылған құжаттарды қарау және мектепке дейінгі ұйымға бару нәтижелері бойынша комиссия осы қағиданың талаптарына сәйкес еместігі туралы хаттама жасайды және 3 жұмыс күнінің ішінде білім беруді басқару органдарының ресми интернет журналында орналастырылатындығын көрсетілген дейді. Алайда 18-02-2025 жылғы 4-ші хаттама білім бөлімінің ресми интернет журналында жарияланбаған және 7 адамнан құралатын комиссия мүшелерінің хаттамаға тек 4-еуі ғана қол қойған, яғни қағиданың талаптары сақталмаған дейді. Осы байланысты білім бөліміне мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурс комиссия отырысының 18-02-2025 жылғы хаттамасының күшін жоюды сотқа талап арызбен жүгінетінімізге ескертеміз дейді мына кісі. Мынау басшы кәдімгідей. Мынау жаңағы Гүлзира Мәжитқызы Қармақшыда осындай 381 мен жұмыс істеп келген кісі. Орындаушы А. Мұратбаева дейді. Ал енді қызығын айтайын. Енді қызығына тоқталатын болсақ, енді қызығы былай. Комиссия кім құрады комиссияны? Комиссияны құратын адам бірінші білім бөлімі құрады.
білім бөлімінің арнайы ресми несі болады, приказы болады, приказға сәйкес қосымшасы болады, одан кейін хаттама рәсімдейді. Хаттама рәсімделгеннен кейін әрі қарайғы 381-ші бұйрықты кім орындайды деген сұрақ бар менде. Садик өзі сала ма оны интернетке, или кім салады оны? Қызығы комиссияның мүшесі сала ма? Көкебастар, бірінші хатты сотқа дейін жолдамастан бұрын Гүлзира Мәжитқызы, сіз неге ана 381-ші бұйрықтың талабына сәйкес неге сіз сол хаттаманы енгізбедіңіз? Неге сіз енгізуге жауапты мамандарға неге сіз тапсырмасын бермедіңіз? Сіз мақұл сентябрь айында келдіңіз, жаңа Ақерке Мұратбайқызы 2016 ма 2015 жылдан бастап сол мекемеде қызмет атқарады. Яғни ол кісі осылай мектепке дейінгі балаларға сопровождение жасайтын жерінде апрель айынан бастап қызметке приказы тағайындалады, яғни внутренний приказбен ол ауысады. Енді қараңыз, Ақерке Мұратбайқызы, сіз сол 381-ші бұйрықты неге сіз басшылыққа алып әрекет жасамадыңыз? Ал енді қараңыздар, 381-ші бұйрықтың жаңағы бұл кісілердің басшылыққа алып отқан талабының, жаңағы айтқан талабы бар ғой, 3-тен 2-сі қатысса ғана ол заңды деп айтып отыр ғой. Енді қараңыздар, сол бөлімнің астында 381-ші бұйрықтың астында қазір сіздерге көрсетіп өтейін мен. Міне мынау жаңа 4-ші хаттама. 4-ші хаттамаға сәйкес 4-ші хаттамаға сәйкес міне қарап отырсаңыздар, мынау 381-ші жаңағы бұйрық, министрдің бұйрығы. Енді бұл кісілер жаңағы ескертпе хатында сотқа дейінгі менің миыма жетпей жатқан дүние мынау ғой. Яғни параграф 1 дейді, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырыс орналастыру тәртібі дейді. Яғни осыны орналастыру тәртібі бойынша комиссия не істейді? Міне мынарада комиссияның құрылу тәртібі бар. Комиссия құрамы жыл сайын білім беруді басқару органдарының шешімін 31 желтоқсанға дейін бекітіледі дейді. Ол бекітілген бізде. Міне комиссия құрамы төрағадан және комиссия мүшелерінің тақсанынан комиссия төрағасын қоса алғанда кемінде 7 адамнан тұрады дейді. 7 адамнан құралған комиссия бар бізде. Енді бұл кісілер айтады, мынау әлі 12-ші тармақтың жалғасы болып жатыр бізде. 12-ші тармақтың жалғасында әрі қарай бұл жерде көрсетеді. Комиссия құрамы жергілікті өкілдерден, мінекей кәсіпкерлерден, қоғамдық бірлестіктерден алынуы тиіс дейді. Бұл қамтамасыз етілген. Енді келесі міне көріп отырсыздар ма, білім басқармасы органының басшысы комиссия төрағасы болып табылады дейді. Комиссияның қызметі білім беруді басқару органдарының шешімі негізінде тоқтатылады дейді. Көріп отырсыздар ма? Комиссия қызметі білім беруді басқару органдарының шешімі негізінде тоқтатылады дейді. Одан кейін комиссия төрағасы мен мүшелері дауыс беруге ауыстыру құқығынсыз қатысады дейді. Егер дейді отырысқа комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде 3-тен 2 бөлігі қатысса, ол заңды деп есептелінеді. Енді қараңыз, астында келесі не тұр мына жерде? 13-ке секіріп тұрған жоқ, 13-на отыр. 12-нің ішінде айтылып отыр. Дауыстар тең болған жағдай дейді. Комиссия төрағасының дауыс берген ұсынымы қабылданды деп есептелінеді дейді. Комиссия 90-на кемінде 1 рет мектепке дейінгі ұйымдардың тізбесіне енгізу үшін конкурстық рәсімделеді дейді. Енді қараңыздар, құрметті Ақерке Мұратбайқызы және де Гүлзира Мәжитқызы, сіздерге тікелей сауал. Сіздер неге 381-ші бұйрықты басшылыққа алған кезде, неге сіздер сол 12-ші бабы, 12-ші тармақтарыңызды көрсеткенсіздер ғой, 2-ші абзацтарыңызда, 12-ші тармақтағы талап толық сақталған жоқ деп отырсыздар, неге өздеріңіз сол талапты сақтамайсыздар? Енді қараңыздар, 4-ші хаттамаға сәйкес болып жатқан рәсімге тоқталайық. 4-ші хаттама міне көріп отырсыздар ғой, 1 адам, 2 адам, 3 адам, 4 адам, 5 адам қойған. Енді бағана комиссия құрамында міне адамдардың аты жөні тұр. Сол кездегі жалпы енді тағдыр ғой, ол тағдыр болғаннан кейін өмірде барлық жағдай болады. Ешкім алдында не күтіп тұрғанын білмейді негізі. Қараңыз, мынау сол кездегі білім бөлім басшысы. Сол білім бөлім басшысы осы комиссияның төрағасы. Одан кейін комиссия мүшелері дейді. Міне Нұрлан енгізіліп жатыр. Нұрланнан кейін міне Аманов Ғалымжан деген азамат, Бейсенова Маржан, Тоғанова Жақсыгүл, Белсенбаева Мұхтар, Қасымжан Мадина және комиссия хатшысы Динара орналасқан. Енді қараңыздар, күн тәртібінде мінекей еңбек нарығында 381-ші бұйрық көріп тұрсыздар ма? Бұйрығы негізінде Қызылорда қаласы білім беруінің осындай конкурстық комиссиясы өткен. Енді комиссияның өту барысында бұл кісілер осындай басшылықта алады міне. Көріп отырсыздар ма? Қызылорда облысының білім басқармасының 24.01.2025 жылғы санды хатыңызға сәйкес Қызылорда қаласы білім бөлімінің қарасты мемлекеттік және жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша өткізілген
10-12-2024 жылғы бірінші және екінші хаттамалары және де 26 желтоқсан 2024 жылғы үшінші хаттамаларына сәйкес өткізілген мемлекеттік тапсырыс алушылар тізбесіне енгізілген мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының құжаттары қайта қаралып деп тұр. Сәйкесінше 2025 жылғы мемлекеттік тапсырыс алушылар тізбесі осы хаттаманың қосымшасына сәйкес мемлекеттік тапсырыс алушылар тізбесі қайта жасақталды дейді. Енді қараңыздар, жаңағы 381 бұйрықта не айтады? 381 бұйрықта айтады. Комиссия мүшелері 7 адамнан құралады дейді. Мынау 7 адамнан тұрған комиссия. Енді қараңыздар, комиссияда мүшелері 6 адам. Мүшелері 6 адам болып тұр. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 адам. Енді қараңыздар, осы жерде комиссияда 6 адамның 3-еуі қол қойып тұр да, 3-еуі қол қоймай тұр. Яғни дауыс тең болып тұр. Дауыс тең болған жағдайда комиссия төрағасы қол қойып тұр. Значит, бұл уже автоматты түрде жаңағы 381 бұйрықтың 12-ші тармағы бойынша бұл уже заңды күшінде деген сөз. Енді қараңыздар, бұл заңды күшінде болатын себебін қазір әрі қарай жалғастыратын боламыз. Нені мұжық кетті деп ойламаңыздар. Енді әрі қарай тоқталайық. Яғни білім бөліміне білім басқармасынан хат келеді. Енді хатта баған айттым, бүкіл былықты былықтырып отырған, желдің қайықтан тұрып атқан бәрін көретін нәрсе ол білім басқармасының, яғни жолдаған құжаты. Көріп отырсыздар ғой, документологпен жолданған эсидо сияқты кәдімгі внутренний құжат оборот дейді ғой, былайша айтқанда мемлекеттік қызметшілердің құжат оборотымен жасалған дүние. Исходящий нөмірі 02-03-03-372-24-01-2025 жылғы выходящиймен тұр. Білім басқармасы Исшанттың білім бөлімінің сол кездегі басшысы Садуа Қасоваға жолдаған хаты. Енді қараңыздар, жаңа ескертпе хатқа қайтадан назар аударатын болсақ, ескертпе хатта міне көріп отырғандарыңыздай осы жолданған қызметтік хатқа сәйкес мына кісілер сол хатты басшылыққа алып отыр. Міне көріп отырсыздар ма? 24.01.2025 жылғы. Мына отыр міне 24.01.2025 жылғы хатты басшылыққа алып отыр міне. Енді білім басқармасы не деп жатыр? Январ айында конкурс өтіп кетті бізде. Әлі 4-ші хаттама шыққан жоқ. 3 хаттаманың негізінде жасалып жатыр. Қызылмен белгіленген жерлер міне кемшіліктер анықталды дейді. Кемшіліктерді анықтап тұр білім басқармасы. Бірақ кемшіліктерді қалай анықтап тұр деген сұрақ бар менде. Ол кісілер оны анықтау үшін арнайы мамандарды тарту керек, немесе комиссия құру керек. Ол комиссия құрылмай, бұл кісілер қалай оны анықтаған мен білмеймін. Оларға бұл хатты берем дегенге дейін арызды кім түсірді, кім қарады, кім қылды, оны айтпайды болар. Бірақ бұлар өздері не айтады жаңа атнет? Осындай заң бұзушылықтар бар, яғни кемшіліктер орын алды дейді. Енді бұлар кемшіліктер орын алған кезде бүйтеді 381 бұйрықты басшылыққа алады. Міне көріп отырсыздар ма? 381 бұйрықты басшылыққа алады. Бұлар да министрліктің сөйдетті қағиданың 2-ші тарауының 2-ші параграфы бойынша 15-ші тармақтың 2-ші 3-ші тармақшаларында көрсетілген құжаттар тізбесі талапқа сай келмеді дейді. Оның ішінде 52 балабақшаның дейді медициналық қызметке лицензиясы жоқ дейді. Яғни және нақты мекенжайы сәйкес келмеді дейді. 31 балабақшаның нысаналы мақсаты өзгертілмеген дейді, немесе орналасқан мекенжайға сәйкес келмеді дейді. 37 балабақшаның сестегі рұқсаты дұрыс анықталмаған дейді. Енді қараңыздар, бұл Исшановтың беріп отқан хаты жаңағы білім басқармасына ұртоқпақ ретінде жасатқан. Енді ең қызығы, бұл кісі осындай хат бер деген деп білім бөлімі әрекеттеріне жаңа айтып отырмын ғой, хат жолдайды. Неге? Министрлікке садиктер хат жолдайды. Мынау министерствоның хаты. Яғни жаңағы неге байланысты арыз түскен, міне зытымен тіркелген. Бұл февраль айында беріліп жатыр. Бірақ бұл январ айында арыз жолданған, зерделенген, қаралған конкурстың нәрсесі. Оны департаменттің маманы Адамова Манара деген кісі қараған. Және де оған Хаби Мадина деген Асылбек қызы деген қызметкер жауапты осы хатты дайындаған. Енді жаңағы Исшановтың 381 бұйрыққа сәйкес қойған жаңағы анықтаған дүниелері бар ғой. Осы қойып отқан талабы дейді. Арада жоқ дейді ол нәрселерді. Көріп отырсыздар ма міне? Алайда қағиданың 14-ші тармағына сәйкес мектепке дейінгі ұйымдарға мектепке дейінгі 14-ші тармағына сәйкес мектепке дейінгі ұйымдар мен мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын алуға сіздердің жазып жатқан нелеріңізбен мен дұрыс көре алмай отырмын. Енді оқып берейін. Мектепке дейінгі және ұйымдар мен мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын алуға конкурсқа рәсімделуге қатысу үшін санитарлық қағида талаптарына сәйкес тәрбиеленушілерді сыйымдылығы 3 топқа дейінгі, яғни 75 балаға дейінгі нелерге медициналық қамтамасыз етуді жүзеге асыруға
арналған бастапқы медициналық санитарлық көмек көрсету аумақтық ұйымдарының шарты ұсынылады дейді. Яғни шарт ұсынылады. Яғни 3 топқа дейінгі сыйымдылықтағы. Яғни бұл 381-ші бұйрықтың 14-ші тармағына сәйкес сілтеме береді. 14-ші тармағына сәйкес сілтеме береді. Мінекей қазір көрсетейін онда сіздерге. Так, қайқа кетті? Міне тұр. Міне 381-ші бұйрық. Қайттан өзгерген жоқ, міне көріп отырсыздар ғой. 381-ші бұйрықтың 14-ші тармағындағы осы тармақтағы мінекей жаңа 3 сыйымдылығы 3 топқа дейінгілерге ұйымның шарты ғана беріледі дейді. Яғни лицензия берілуі айтылмайды. Ал бұл жерде бүйтеді. 52 балабақшаның дейді. Мынау Исжанов айтып отыр. Оны хатты кім орындаған білмеймін. Исжановтың беріп жатқан тапсырмасын айтады. 52 балабақшаның медициналық қызметке лицензиясы жоқ дейді. Ал мынаяқта 381-дің бұйрығында шарт міндетті емес. Яғни СЭС-тің тек договоры болса болды. Енді қараңыздар. Осындай негізсіз талап қоюына байланысты бірінші, екінші, үшінші хаттама заңсыз рәсімделгенін министрлік тарапы мақұлдап тұр. Яғни министрлік көрсетіп тұр оның кемшіліктерін. Міне көріп отырсыздар ма? Қызылдың бәрі кемшілік. Комиссия дейді, мемлекеттік электрондық ақпараттар жүйесінде электрондық үкімет, яғни ЕГОП порталы арқылы, веб порталы арқылы медициналық қызметке лицензияларда жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар, ауыртпалықтар, яғни обременение деген справка ғой, техникалық сипаттамаларын тексереді дейді. Яғни бұған айтады, нарада нысаналы мақсатың сенің коммерческий, некоммерческий жайында айтылып тұр нарада. Оған қатысты 31 балабақшаны көрсетіп тұр. Енді қараңыздар, құрметті білім басқармасы деп айтайын, біздің Қызылорда облысының білім басқармасы. Сіздерден именно 381-ші бұйрықты білмеймін қалай орындалып жатқанын, бірақ сіздер тікелей жауапты мекеме болғаннан кейін сіздер бұл нәрсені қалай бұлдай талапта жоқ дүниелерді талап етіп, сіздер конкурс ұйымдастырғансыздар, ол баста. Енді қараңыздар, министрлік айтады, осы сіздер қойып отқан талаптардың, Исжанов мырза, сіздердің берген хатыңызға сәйкес, сіздердің берген сол дүниелеріңіз заңсыз екендігін айтып отыр. Яғни бірінші, сіздердің рәсімделген жалпы дотациялық конкурстарыңыздың әрекеті дұрыс еместігінің салдарынан төртінші хаттама рәсімделген, яғни досудебкіге байланысты. Яғни министрлік бұл нәрсені анықтап берген сіздерге. Министрлік, түсініп отырсыздар ма? Бұл бүгінгі таңда Жұлдыз Сүлейменова ханым басқарып отырған министрлік, яғни осы министрлік осы нәрсенің жауабын берген. Мына жауапты берген қызметкерлер әлі қызметте, орындаған қызметкер әлі сол орындаушылық қызметте. Енді қараңыздар, бұл нәрседе не айтқым келеді? Білім басқармасы тарапынан осындай құйтырқы әрекеттердің жасалуының салдарынан білім басқармасы осындай кемшіліктерге көз жұма қарап отыр, яғни өздері былықтырып отыр барлық нәрсені. Бірақ барған кезде, айналып келген кезде білім бөліміне қарай сілтейді. Ал білім бөлімі басқарма не тапсырма береді, соны жасап отыр. Енді қараңыздар, бұл жала жау емес, просто шындап келгенде мына хаттың өзі дұрыс емес екендігін көрсетеді. Енді қараңыздар, 4-ші хаттаманы сіз жаңағы Гүлзира Мәжитқызы жоям деп отырсыз ғой, сотқа беріп, жоя беріңіз. Сіз ертең күні министрлікке жауап беруге дайындалыңыз. Министрдің приказын сіз қалай заңсыз рәсімделген біле тұра, сіз қалай 4 хаттаманы заңды деп танығыңыз келіп отыр. Енді қараңыз, аудит сіздерді тексерді. Білім басқармасы ол жерден де себепкер болып жатқан. Білім басқармасы тұрады да, ішіндегі бір Карабалина деген азаматша Асхат Қанатұлының атынан хат жолдайды прокуратураға. Якобы 4-ші хаттамада жаңағы андай ғой, ақылды болып кеткен ғой олар. 12-ші несіне сәйкес 381-ші бұйрықтың 12-ші талабының жаңағы 3/2 бөлігі комиссия қатысу керек деген нәрсе бар емес па? Сорасын алып алады да, бұлар прокуратураға арыз жазады. Осындай бізде күмән бар. Мылтықбаева кеше бізде ұсталды сыбайластықпен. Мына өтпей қалған осы 4-ші хаттамамен өтіп кеткен садиктердің несі заңсыз, соны бізге нақтылап беріңіздер деген сияқты уәжбен прокуратураға арыз жолдайды бұлар. Сөйтеді де қызметтік служебный письмо жолдайды, былайша айтқанда. Служебный письмодан кейін прокуратура не істейді оны? Прокуратура алады да оны аудитке береді. Аудит тұрады да бұл мекемені тексереді. Аудиттің қорытындысы бойынша 4 хаттамада заңсыз рәсімделгендігі жайында қорытынды береді. Сөйтеді де енді келеді. 4-ші хаттама бойынша жасалған шартқа сәйкес дейді. Сіздер февраль-март айынан бастап жаңа 7 садик балабақшасының ақшасын уақытылы аудармауларыңызға байланысты, яғни шарттың ішіндегі талаптарды көрсете отыра, сол кездегі үйе болған қызметкер Қарлаш апайға штраф салады. Ол кісі сол штрафты төлейді, ол қалай төлейтінін мен беймәліммін, бірақ 4-ші хаттама күшінде болуына байланысты ол кісілер сонымен жасалған шарттың шеңберінде сол кездегі білім бөлімі басшысына осындай не жасап береді, штраф салып кетеді, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес. Енді қараңыздар, сөйтеді жаңадан басшы келеді, енді Гүлзира Мәжитқызы келеді. Мәжитқызы келеді да не істейді?
төртінші қаттама күшінде екенін біледі, шарт күшінде екенін біледі. 7 айдан бері садиктерде негізсіз, ешқандай комиссияның қорытындысыз, негізсіз комиссияның жалпы нет құзырлы органдардың, былайша айтқанда қылмыстық қудалау органдарының деп айтсам болады, сол мекемелердің ешқандай қорытынды актісіз, яғни әрекет жоқ екенін біледі да, ешқандай приказ жоқ екенін біледі да, не істейді? 7 садиктің балабақшасының ақшасын аударып береді. Анау февральда, мартта, неде, апрельде, майда, июльде басылған актілері бойынша актілерін қабылдайды, октябрь айында қабылдайды, түсініп отырсыздар ма? Сөйтеді да бұл кісі сол 7 айдың 6 айдың ақшасын аударады. Енді не істейді бұл кісілер? Келеді да, 4-ші қаттама бойынша рәсімделген 4 садикте не істейді? Жұмысын тоқтатады қайттан. Бір қызметтік хат жазады да, ваучерге өту керек, ваучерге өткізбейді оны. Ваучерге өткізетін тұста бұл кісілерге тамыз айында министерстводан хат келеді, яғни сіздер ваучерге өтіңіздер дейді. Ваучерге өтетін кезде бұл кісілерге Қызылорда қаласында 42 садиктен бөлек почти 199 садиктің тізімін береді. Мынау тізім. Осы тізімнің ішінде жаңағы 7 садиктің балабақшалары бар. Біріншісі жалпы айтайын сіздерге, қазір арада белгілеп қойған, мен бағанада ашып көрсеткен. Айбатыр балабақшасы. Түсініп отырсыздар ма? 4-ші хаттамамен рәсімделген балабақшасы бүгінгі таңда 40 балалы балабақша. Ол ваучерлік жүйеде 29-шы болып тұр. Одан кейінгі екіншісі Ақбалғын балабақшасы. Ол 38-ші тұр. Балабақша 50 баламен. Одан кейінгі үшіншісі 2 жұлдыз балабақшасы тұр. Ол 92-ші тұр. Енді қараңыздар, құрметті желі қолданушылары, құрметті достар, бұл балабақшалар не үшін айтып тұрмын? 2 жұлдыз балабақшасы 92-ші тұр. Енді бұл қызметтік хат жолданған кезде, бұл қызметтік хатпен бұл кісілер ваучерге қосылу керек, себебі бұлардың шарты күшінде, шарт күшінде, одан кейін хаттама күшінде ешқандай да бір не жоқ, бұзылсын, или болмаса заңсыз деп танылсын деген бір орган бар ғой, құзырлы органның шешімі жоқ. Сәйкесінше бұл кісілер не істейді? Жаңағы Қарлығаш апай ғой, Акишева деген. Қарлығаш апай алады да бұл жерде нені көрсетеді? Осы балабақшалардың дейді, мынау неде болып жатыр, атнет. Бірінші мынау шығысталған нөмірі ғой, мынау 0101/382 мен жолданған. Мынау 4 сентябрь күні жолданған. Мынау Мұратбаева деген әдіскер, Мирзабекова деген бухгалтер. Қазіргі таңда бұл екі қызметкерде жұмыста. Енді қараңыздар, осындай қызметтік хатты неге қаржы орталығына жолдай отырады да бұл мекеме. Нарада бүйтіп көрсетеді жаңағы балабақшалардың барлығын. Көріп отырсаңыздар, қазір көрсетейін сіздерге. Мемлекеттік тапсырыс алушылар тізбесіне енгізу хаттамасы даулы мәселе болуына байланысты мемлекеттік тапсырысты уақытша тоқтатылсын дейді. Енді қараңыздар, мемлекеттік тапсырысты уақытша тоқтатылуына байланысты бұл кісілер осылайынан не береді? Қорытынды береді. Мынау балабақшалардың бәрін тоқтатады. 2 жұлдыз, Супер Бейби С, Сәулет, Гүлсезім Орда, Ақбалғын, Сәукел міне. Одан кейін тағы мынау филиалы Сәукелдің, головной емес, филиалына да қатысты беріп тұр. Мынау детский сад Шағбан дейді. Одан кейін Даранұрға беріп тұр, Бақытты әлемге беріп тұр, сосын Балғоншыққа беріп тұр, Хадижа 1-ге беріп тұр. Мынау Хадижа 1 кеше сотта 42-нің ішінде жеңіп шыққан садик негізі. Ол жайында бөлек эфир болады. Жалпы 42 садиктің нәрсесі бойынша 42-нің өзі де заңсыз екендігі сотпен нүктесі қойылып отыр. Ол жайында бөлек әңгіме болады. Енді қараңыздар, осы хаттың негізінде бұл кісілер тоқтатады жаңағы садиктің жұмыстарын ваучерге өту бойынша. Бірақ сәйкесінше не істейді? Шарт жасалған кезде бір шарт жасалынады қаржы орталығымен біздегі Қызылорда облысындағы 200 садикке. Енді қараңыздар, шарт жасалу барысында ана тізімді бүгінгі таңда мемлекеттік қызметкерлер деп айтайыншы, солар қасақана түрде тоқтатып отыр. Енді ең жаңағы актуальды болып тұрған вопрос, 4-ші хаттама заңсыз деп сотқа дейін тану үшін бірінші не бар ғой, білім бөлімі. Білім бөлімінің мамандары деп айтайыншы, білім бөлімінің басшысы, мамандары, сіздерде андай не бар ма? Қорытынды беретіндей, құжат заңды, заңсыз деп баға беретіндей сіздерде полномочия бар ма?
менің түсінігімде ондай полномочияны кім береді? Прокуратура береді, ондай полномочияны ДР береді, ондай нәрсені аудит береді, менің түсінігімде. Ал сіздердің түсініктеріңізде ол кім беріп жатыр? Ал сіздердің түсініктеріңізде болу керек, сіздерде комиссия болу керек. И то комиссияның отырысы болу керек, хаттамамен рәсімделу керек, комиссия құрылу керек. Комиссия құрылған комиссия 5-ші хаттама рәсімдеу керек, бірақ 5-ші хаттама рәсімделмесе, сіздерде основание не болды? Мемлекеттік қызметші бола тұра сіз өкілеттілігіңізді теріс пайдаланып отырсыз бүгінгі таңда Гүлзира Мажитқызы. Егер де бұл эфир сізге ұнамаса, сотқа беріңіз. Сотқа берсеңіз, мархабат, жаңағы юристіңіз айтты ғой, мен сотқа беремін деп, жаңағы бірінші эфирім бойынша. Мына эфир бойынша да бөлек сотқа бере беріңіздер. Біз сіздермен сотта кездесем, мен енді әрі қарай. Енді қараңыздар, 4-ші хаттама рәсімделіп болғаннан кейін бұл кісілер не істейді? Сол кездегі білім бөлімінің басшысы министрлікке хат жолдайды. Түсініп отырсыздар ма? Яғни министрлікке ең бір қызық жері, мына жерге келіп тоқталамыз. Негізі менде қызықтар көп бұл білім саласындағы. Оны қайсыбірін айта беріп таусат шаршайды екенсің. Білім министрліктің жаңағы кемшіліктері анықталғандығы жайында мәлімет қой. Бұл мәлімет 13 январда не деген келіп жатыр? Февральда келіп жатыр ғой. Жаттап алыңыздар, міне неде тұрған, өтініштегі тұрған арыздың несі, шағымы. Ал енді мына жаққа дубликат болып келген білім несіне, бөліміне сол кезде. Енді білім бөлімінің сол кездегі басшысы және де қызметкері, осы неге садиктерге жауапты қызметкерлері осы хатты жапқан сол кезде. Түсініп отырсыздар ма? Яғни не дейді? Бұл жерде Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы Қонаев көшесі 25-ші үйдегі нені айтып жатыр? Білім бөлімінің данныйларын жазып жатыр да, дейді. Қызылорда қаласы бойынша дейді, Ақбалғын балабақшасы сіздің осындай арызыңызға сәйкес, хатыңызға сәйкес 2025 жылдың қаңтар айына мемлекеттік тапсырысты орналастыру бойынша екі жақты келісім жасалғандығын хабарлайды дейді. Түсініп отырсыздар ма? Ал бұл балабақша не істеді? Балабақша министрлікке арыз жолдаған. Арызда кемшіліктер анықталып тұр. Білім басқармасының лишний раз артық талап қойғандығын көріп тұр. Енді қараңыздар, білім басқармасындағы адамдар деп айтайыншы, білім басқармасындағы мемлекеттік қызметкерлер. Енді сіздердің әрекеттеріңізді қарайық. Сіздер өздеріңіз 381 бұйрықты басшылыққа аласыздар. Қалалық білім бөлімі де басшылыққа алады. Жалпы бүкіл Қазақстан бойынша 381 бұйрықты басшылыққа алдыңыздар. Енді ваучерлік жүйеге өткен кезде сіздер 372 бұйрықты басшылыққа аласыздар. Ол бұйрық пен ана бұйрықты екеуін біріктірмеу керек негізі. Енді қараңыздар. 372 бұйрық бойынша да мен бөлек тоқталатын боламын ол жайында. Ол жайында да әңгіме ол бөлек өз алдына. Енді қараңыздар, ең қызық нәрсе бұл жерде 381 бұйрықтың талаптары толыққанды сақталып отқан жоқ. Яғни сақтамай, сол талапты сақтамай, бүгінгі таңда білім басқармасы өздерінің талабын қызметтік хатпен берген. Яғни білім бөліміне январ айында беріп жатыр. Сол берілген тапсырмасының өзі заңсыз екен министрлік анықтап беріп тұр. Яғни сенің қойып отқан талабың негізсіз деп айтып отыр. Ал енді қараңыздар, министрлік ол приказды өздері бекітеді, өздері сол нәрсе бойынша кемшіліктердің дұрыс емес екендігін біздің жергілікті жерге жолдайды. Ал енді соның бәрін көре тұра біздің білім басқармасы, жаңа Исжанов мырза деймін да, қалай айтсам екен, ешкімнен қорықпаңыз деген видеодағыдай болып тұр ғой бұл жерде, менің түсінгеніме. Сол сияқты ешкімнен қорықпай сіз әрекет жасап жатсыз деген менде сені түсінік қалыптасып отыр бүгінгі таңда. Өйткені неге? Сіз біліп тұрсыз 381 бұйрықта жоқ талаптардың қойылып жатқан, сіз соны осознанно түрде неге жолдап жатсыз? Білім бөліміне жолдап жатсыз. Ал білім бөлімі не істеп жатыр? Оны басшылыққа алып, заңсыз әрекеттер жасап жатыр. Яғни кәсіпкерлердің құқығын шектеп, бүгінгі таңда заңсыз әрекеттерге барып жатыр. Ал енді қараңыздар, сіздерге ешкім заңды бұзуға, еле болмаса заңды бұрмалауға ешкім сендерге ондай не берген жоқ, полномочия берген жоқ. Енді қараңыз, Исжанов мырза сізге тікелей қатысты, сіз әлі қызметтесіз ғой, қалалық білім бөлімінің басшысы тікелей сізге қарасты не ғой, структура ғой. Енді сіздің қол астыңыздағы мекеменің басшысы сыбайлас жемқорлықпен істі болып жатқан кезде сіз өз еркіңізден қызметтен кетуіңіз керек еді ғой. Неғып сіз қызметтен кетпей отырсыз бүгінгі таңда? Март айында ол кісі қызмет неге түсті ғой? Қудалауға түсті. Сіз бірақ әлі күнге дейін қызметте отырсыз ғой. Сонда сіз осындай әрекеттердің бәрін көріп отырып, осындай әрекеттерге жол беріп отырып, қалай сіз ол қызметте отырсыз деген менде күмән бар кәдімгідей. Бұл нәрсе бойынша қазіргі таңда сіздің сол қазіргі жаңадан келген білім бөлімінің басшысына міндетті түрде мен бүгіннен ертеңнен қалдырмай арыз жазамын. Оны сіз тәртіптік комиссияда қарауға міндеттеймін. Сосын сіздің өзіңіздің әрекетіңізді, осы хатыңыз бойынша әрекетіңізді, оны министрліктің тұрақты несіне түсіргіземін, комиссиясына. Енді қараңыздар, 4-ші хаттаманы Гүлзира Мажитқызы сіз бұзған күннің өзінде білесіз бе? Сізде 3-ші хаттама 2 рет дайындалғанын мен бағана айтып кеткенмін. Енді қазір соны көрсетемін сіздерге.
Мынау үшінші хаттама. Мұқият қарайтын болсаңыздар, мынау үшінші хаттама. Мынау үшінші хаттаманың екеуі бар міне. Мынау Қызылорда қаласы, үшінші хаттама 2026 жылы шығады. Мына жақта қол былайынан қойылады 7 адамның, мына жақта былай қойылады. Бұл екі хаттама қалай рәсімделді деген сұрақ бар. Себебі үшінші хаттама рәсімделу барысында мына жақта мынау действующий хаттама ғой. Мына жақта мынандай қызық бар. Сәйкес емес балабақшалар бар мына жерде. Мынаның бәрі белгіленгендердің бәрі сәйкес емес. 18 жаттап алыңыздар. Түсініп отырсыздар ма? Міне, 3 садик. Енді қараңыздар. Мынандай кемшілік жазып тастаған ғой. Мынау енді білмеймін енді кімдікі екенін. Мынандай кемшілік жазып тастаған пытырлатып. Комиссия қол қойған еще бұяққа. Одан кейін мынау балабақшаға да өсіп жазып тастаған. Енді ең қызығы соңын көрсетейін сіздерге. Соңында мынандай қызық бар. Мынау қол қойып отыр. Бұл жақта да кезіндегідей білмеймін бұны қалай жасап отқан. Мына жақта бір ғана мекеме жазып қойған бөбек деп. Сәйкес, білмеймін енді. Енді қызығы жаңа жаттап қалдыңыздар ғой, видеоны если что сақтаймын, әрі қарай көреміз дейтін болсаңыздар мінекей. Көріп отырсыздар ма? Міне. 3 садик. Мына жақта да сол 3 садик. Міне. Мына жақта сәйкес, мына жақта сәйкес емес. Кемшіліктерін көріп отырсыздар ғой. Дәл сол сияқты. Келесі садик. Так. Міне. Бұдан ата. Сосын баға азат. Сәйкес емес. Сәйкес емес. Мына жақта сәйкес. Комиссия қол қояды. Как всегда, мына кісілердің жаңа данныйларын айттым. Мына кісі білім басқармасы, қалалық әкімдік, қалалық мәслихат депутаты, балалардың құқығын қорғау жөнінде өкіл. Мынау жаңылыспасам не болу керек? Жаңағы МЧС болу керек. Мынау кәсіпкерлер палатасы. Енді қараңыздар, мынау соңын көрсетейін. Енді қараңыз, бөбек 90 қоя, сыр перзенті 320 дейді. Сәйкес дейді. Мына жақта бірінші рәсімделген кезде мынандай болып рәсімделеді. Ал енді бұның подделка емес екендігін, қайсысы шынайы, қайсысы жалған екенін, пожалуйста, сотқа беріңіздер. И сотқа барған кезде мен видеомен дәлелдеп беремін ол нәрсені. Ал мына хаттамалардың бәрі кіммен келді? Бұл хаттаманың барлығы сіздердің жаңа өздеріңіз Қызылорда Edu.kz сайтына кезінде салған хаттамаларыңыз. Сол хаттамаларды сол кезіндегі садиктер алып қалған, алып видеомен фиксация жасап қойған. Ал енді төртінші хаттаманы смело бұза беріңіздер. Одан кейін үшінші хаттамаларыңыз бойынша кемшілік бар. Одан кейін бірінші, екінші хаттама бойынша тоже кемшілік бар. Ол кемшілікке мынау министерстводан ертең міндетті түрде Манара ханым тартамыз, Хабиби Айдана екеуін. Сол кезде сіздің бірінші, екінші, үшінші хаттамаларыңыз қаншалықты заңды, заңсыз емес екендігін сотпен сол кезде нүктесін қоямыз. Сотқа смело бере беріңіздер. Бізге жақсы болды қайта. Мен сіздерге еш нәрсе жазбаймын. Бірақ сіздерге мынау ескертпе хаттарыңызға возрождение міндетті түрде жазамын. Яғни қарсы пікірді міндетті түрде береміз, келіспей. Себебі неге? Сосын әрі қарай сіздер сотқа смело бере беріңіздер. Надо будет кассационный сотқа дейін, конституционный сотқа дейін баруға болады. Оған дейін 1,5-2 жыл уақыт кетеді. Бірақ оған дейін сіз ол қызметте отыратыныңызға мен гарантия, отырмайтыныңызға мен гарантия беремін. Енді сізге мен только осындай арызбен, хатпен, сосын әрі қарай осындай видеомен сөйлесетін боламын сіздермен. Ал енді құрметті достар, өздеріңіз көргендей, мен өзім уәде еткендей, бұл біздегі Қызылорда қаласындағы бүгінгі таңдағы білім басқармасы мен Қызылорда қаласындағы білім бөлімінің құйтырқы әрекеттері деп айтуға толық негіз бар. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік өкілеттілігін теріс пайдаланып, қызметтік өкілеттіліктен асыра пайдалану арқылы жасап жатқан әрекеттеріне тиісті кезекте өзіміздің жергілікті жердің прокуратурасы, жергілікті жердегі антикор жоқ қой енді. Так, ДР деп айтайық, департамент экономический расследование дейді, одан кейін тағы бір ішкі аудит бар, одан кейін қала берді комитет бар КМБ. Яғни бүгінгі ДРШ, бұрынғы антикор. Сол жақтар осы видеоны көріп отырса, тікелей осы мекемелерге арыз түспей-ақ сіздер өздеріңіз смело өстіп келе берсеңіздер болады. Бұл бардақтың бәрін бүгінгі таңда кім ұйымдастырып жатқанын, кім қалай жасап жатқандығын біз сіздерге ашықтан ашық мәлімдеп отқан жайым бар. Ал енді көзі қарақты, көкірегі ояу, саналы азаматтар деп айтайын.
өз құқықтарыңызды қорғау үшін сауатты болыңыздар, сауатты болуға ұмтылыңыздар. Заңды заңгер айтсын деген талап жоқ ешқай жерде. Сондықтан өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғау үшін тиісті сала өкілдеріне арыздарыңызды жазыңыздар, құқықтарыңызды қалпына келтіріңіздер, тағысын тағы дүниелерді жасаңыздар. Енді тағы да бір айта кететін нәрсе, 42 садик бар ғой, кешегі комиссиямен шыққан. Ол жерде де заңсыз әрекеттер бар. Ол жайында мен алдағы уақытта өзімнің видеоларымда бөлісетін боламын. Сонымен қалай айтсам екен, бұл бардақтың бәріне нүктесін қойылу керек. Себебі неге? Бұл нәрсемен біз әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан деген сияқты дүниелерді жасай алмайтынымыз анық. Сондықтан ескі баяғы жүйенің адамдарын түбегейлі түп тамырымен төменнен бастамасаң, бұл нәрсе болмайды. Балық басынан шірейді, бірақ құйрығынан тазаланады да, тазалаған кезде құйрығынан бастап тазалаймыз. Сондықтан бұл жердегі жаңа Қазақстанды құрудағы басты принцип ол балық басындағысын сол жоғары жақтағылар өздері басынан бастай берер, бірақ төменгі жақты біз құйрығынан тазалауға кіріспесек, біз бүгін ертең әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстанды құруға, біз ертең күні келешек ұрпаққа қалай қарайтынымыз ол бәрімізге ұяттылық болады. Сондықтан ешкімнен қорқмаңыздар, еш нәрсеге сіздерге міндетті емессіздер. Ешкім сіздерге қалтасынан или болмаса жаңа өзінің қалтасындағы әкесінен қалған дүниені бөліп беріп жатқан жоқ. Барлығы мемлекет үшін алынған дүние, мемлекет үшін жұмсалатын. Мемлекеттің басты байлығы ол халық. Ал енді Қызылордадағы болып жатқан дотация бойынша айтылатын тағы бір мәселе, бізде шошқалардың торайына, жеміне бөлінетін ақша 48 мың теңге, балалардың бір айлық жаңағы ақшасы 46 мың теңге. Біздің бүгінгі таңда білім саласындағы, білім басқармасындағы білімге қатысты заң әкім болсын барлығын айтатын бірақ әңгіме. Балалы ұрпақ ол болашақ ұрпақ қой. Ұрпақтың былайша айтқанда болашақ ұрпаққа жасалу керек дүниені біз болашағын ұрлап осылай әрекет жасап жатырмыз. Сондықтан мен білмеймін, ел болам десең бесігін түзе деген ғой, оны мен айтпағам. Бірақ бұл бесікті біз қалай түзейтінімізге мен күмәнім бар, мына адамдармен. Сондықтан білім саласында отырған андай заң білмейтін деп айтайыншы, заңды білсе де білмегендей болып, оны жаңағыдай не можно обходить деген сияқты айналып өткісі келетін азаматтардың барлығына мынау тиісті қылмыстық қудалау органдарының өкілдері тиісті бағасын береді деген ойдамын. Ал енді бүгінгі таңда тәртіп шарасын қазір көруге әрекет жасаймыз, бірақ әрі қарайғы болып жатқан дүниелерге, құйтырқы әрекеттерімізге айтайын. Өз кезегінде тиісті сала өкілдері тиісті бағасын бере жатар. Ал енді көзқарақты көрермен, бұл видеоны әрі қарай таратыңыздар, бөлісіңіздер, көріңіздер. Бұл видеоны да сақтайтын боламын міндетті түрде. Себебі неге? Бұл нәрсеге нүктесі қойылу керек. Болған сіз болып, біз болып, бәріміз қоғам болып атсалыспасақ, бұл нәрсені тереңдеп жатқаны, бұлардың білген жасауына жол бермеуіміз керек. Сондықтан болған нәрсеге барлығымызды бірігіп, қалай айтсам, мен күресуге шақырамын сіздерді айтқанда, бұл үндеу тікелей келген кезде. Ал енді заңдық тұрғыдан келетін болсақ, заңды бірінші халықтан емес, бірінші өздеріңіз сақтауды үйреніңіздер. Заңның аясында әрекет жасап, жұмыс жасауды өздеріңізден бастаңыздар бірінші. Сіздер билікте отырып алып, білгеніміз істейміз деген сөз емес. Европада мынандай сөз бар, әкім дейді, ол бір күндік адам дейді. Сондықтан әкімдер ертең кетіп қалады, ауысып. Кезінде осы тазалықтың да мәселесін өстіп көтерген кезде мен ЖКХ-ның мамандарына айтқам, ертең қызметтен кетесіздер, бірақ осы жерде біз қаламыз, халық. Сондықтан дәл сол сияқты бұл жерде халық қалады. Біз көшіп кетпейміз. Бұл жердің тұрғылықты елді мекеннің адамымыз ғой. Мейлі сотталып кетейік, басқа қалай, қайттан шығып келеміз ғой. Кешегі сотталған 5 жылға 6 жылға кеткен адамдар ертең шықпайды емес, шығады. Бірақ сол адамдармен қайттан осылайынан келген кезде сіздер өздеріңіз сол адамдарды осындай нәрсеге жеткізесіздер да. Өйткені неге? Өздеріңіз андай ғой, білгендеріңіз істеп жатсыздар ғой. Халықтың сіздерге сауатты болғаны, халықтың сіздерге бейтіп үн қатқандарын сіздер жақтырмайсыздар. Ал сіздердің кемшіліктеріңізді жіпке тізген адамдармен сіздер күресіп кетесіздер. Ол дұрыс емес негізі. Ал енді құрметті достар, құрметті ағайын, құрметті көрермендер, бұл жерде бірлесіп күресуге барлықтарыңызды шақырамыз. Сіздердің титтей болса көмектеріңіз ол сіздердің осы видеоны әрі қарай таратып, тиісті адамдарды отмет етулеріңіз, лайк басып, әрі қарай репост жасауларыңыз, яғни қолдауларыңыз. Сондықтан осы нәрсемен болып жатқан заңсыздықпен барлықтарыңызды күресуге шақырамын. Аман болайық, амандықта жолығайық. Сіздермен бірге сол Сағындық Байділдаев.